Жуырда ғана Сауран ауданына қарасты Теке ауылының тұрғындары аталмыш ауылдың жол мәселесі бойынша редакция ұжымына байланысқа шыққан болатын. Шағымның түйіні ауылдың күре жолына айналған Түркістан-Балтакөл облыстық маңызы бар жолдан үздіксіз жүретін Хова жүк көліктерінің осыдан 2 жыл бұрын миллиардтар бөлініп салынған жолды ойып, қара жолға айналдыру алдында тұрғаны. Ал ауыл тұрғынының айтар уәжі тек мұнымен шектелмеді. Енді көріп отырсыздар ғой, мынау тесіліп жатыр. Ал енді күн-түн тоқтау болып жатқан жоқ. Қайтадан наоборот күні-түн жүріп жатыр бір себебіменен. Ол енді бұл асфальтқа рашитін емес, ол салмақ. Ол енді қайда, 30 тонна жүк әрқайсысында. 50 тонна ғой, қандай 30 тонна? Мысалда ең кейін 30 тонна ғой, соның өзі не рашитіне ол. Ол енді былтыр істелді, бұл енді қайтадан ойылып жатыр. Сол біз ол лажы болса тоқтату керек. Міне, тұрғынның айтар осы, еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін ауыл жолдарының сапасызданбауына атсалысуда. Дәл осы мәселе бойынша ауыл тұрғындары бірігіп жауапты мекемелерге хат жолдаған, дегенмен мардымды жауап қайтпады дейді. Біз барлық құзырлы органдарға арызған болатынбыз. Республикалық көліктік бақылау комитетіне, облыстық әкімшілікке, жолдары бөліміне, басқармасына, барлық құзырлы мекемелерге, полиция департаментіне барлығына арыз жаздық. Бірақ мардымсыз жауап берді бізге. Ешқандай шара қолданып жатқан жоқ. Ешқандай дәлелдеуді қажет етпейді. Бұл үстіндегі вестердің жаңағы салмағының артық екені көзге көрініп тұрған нәрсе. Бірақ неге екені белгісіз, әлі күнге дейін тоқтатып отқан жоқ. Жүк көліктерін емін-еркін күндіз-түні колонналар түсіп жатыр. Нәтижесінде жолымыз бүлініп жатыр. Жауаптылардың жауапсыздығының кесірінен ойылып жатқан жолдардың мәселесіне біз де мойын бұрдық. Мәселеге араласқанымыз сол еді. Аталмыш ауылдан жылжымалы көлікті бақылау мамандары шықпай қойды. Дегенмен дау болған ауыр жүк көліктерінің ізінде таппадық. Мамандар мен тілшілердің мәселеге араласқанынан хабардар ма? Әйтеуір жүк тиеген көлікті көре алмадық. Десек те, ауыл тұрғындарының әуесқой видеолары тынымсыз келіп жатты. Онда Түркістан-Балтакөл трассасында Теке ауылынан өтіп барады. Бағана осы жолда транспорт полиция көліктер жүрген. Бір көлік тоқтатқан жоқ, мыналар жүріп жатыр әлі. Осы мәселе аясында жауапты мамандардың жауабын алуға аянбадық. Дегенмен сала мамандары бір-біріне сілтеп, өз жұмыстарына бей-жай қарайтынын көрсетті. Сөйтті стоянкеде өзі 7 машина апарып, тағы да 2 бар, 9 машина бар. Бірақ біз совместно тұтқанымыз 7 машина. Енді 7 машинаны біз ертесіне балдар жібереміз. Барып көріндеді. Таразылап түседі ма екен, водительдер, жүргізушілер келіпті ма деп қайтадан. Сөйтіп барсам, ертесіне жоқ машина. Сол жақтан сөйлесіп жүр. Әйелі басында айтқан, міне, если водительдер келсе, жаңағыдегі обычно қалай, мысалы, совместно тұтқаннан кейін, басқа мекеме. Бірақ бірге жаңағыдегі тұтқаннан кейін, сізде өзіңіз жаңағы шара көруіңіз керек, әкімшілік бойынша бізде шара көруіңіз керек. Міне, басшылық бөлімнің жауабы осы. Бұл жауапқа біздің де көңіліміз толмағаны мәлім. Ал аталмыш мекеменің жұмысына келер болсақ, алдағы уақытта өз бақылауымызда болатынын ескертеміз. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.